Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет Динашнардың арнасындасыздар. Бүгінгі видеода минтай балығын қуыратын боламыз. Ең алдымен балықтың керек емес жаңағы қанаттарының барлығын қиып алып тастаймыз. Қайшы жоқ болатын болса, пышақпен де қырқып алып тастасаңыздар болады. Мендегі балықтың салмағы 1 килограмм. Балығымызды қанаттарынан тазартып алғаннан кейін ортасын жарып, ішіндегі қара пленкасын алып тастауға тырысыңыздар, ол әйтпесе ашылып дәм береді. Мінекей, қазір ортасын барлығын әдемілеп тазалап тастаймыз. Ішін тазартып алған балығымызды әдемілеп бөліктерге бөлеміз. Жоғарғы бөліктерін осылай 2-ге бөлген дұрыс. Мінекей. Қуыруға ыңғайлы болатындай етіп, осындай бөлшектерге бөліп дайындап аламыз да, жуып, суын сорғытып, жаңағы салфеткада сорғытып аламыз. Дайындап алған балығымызды осындай ыдысқа салып, қазір балыққа арналған дәмдеуішті сеуіп біраз уақытқа қалдыратын боламыз. Бұл жердегі дәмдеуіштің мөлшері бір ас қасықтай болады. Жақсылап араластырып аламыз, және үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз. Және бізге 2 ас қасық ұн және 2 ас қасық жүгері ұны, 1 шай қасық тұзды керек болады. Осы үшеуін әдемілеп бір араластырып аламыз да. Осы қоспамыздың 1 ас қасығын балыққа қосып араластырып аламыз. Ендігі кезекте табамызды газға қойып, қыздырып, майымызды құйып қуырамыз. Әр балықты жаңағы ұн қоспамызға осылай батырып алып, майымызға, қызып тұрған майымызға салып, 2 жағында қызартып алатын боламыз. Балығымызды бағана араластырған осы сұйықтығымызды, жұмыртқамызды үстінен осылай қасықпен құйып шықсаңыздар болады. Сонымен балығымызды әр бетін 7-8 минуттан осылай қызартып алатын боламыз. Мінекей, қазір бірінші несін осылай жеке тәліңкелерге салып аламын. Кейін қалған балықты кішкене май құйып, қыздырып, дәл осылай қызарғанша қуырып алатын боламын. Дәл осылай қалған балықты да қызып тұрған майда 2 жағын әбден қызартып қуырып алатын боламын қазір.
Сонымен балығымның екінші бөлігінде қуырып болдым. Жаңаға алдында қуырып алған балықты бәрін осы табаға сыйдырып, әдемілеп салып шығамыз. Кейін үстіне құрғақ аскөк немесе балғын аскөк салсаңыздар да болады. Енді 2-ден 4 ас қасық екі шетінен қайнаған су құйып, міне 3 минутқа шауып қоямыз. Одан артық керек емес. Сонымен достар, балығым дайын болды. Әдемілеп осы ыдысыма тізіп ұсынатын боламын. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасаңыздар. Және нәтижесімен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Мінекей бөліп көрсетейін. Өте дәмді шығады достар. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар және достарыңызбен бөлісіп, басқа да рецепттерімді жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.